Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2017 жылға Сбагами 2 мира атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Мы ваши три хранителя по загробной жизни. Ким Джо Хан атты жігіт өрт сөндіруші болып істейді және жұмыс кезінде баланы құтқарамын деп өзі қабаттан жерге құлаған болатын. Есін жинаған жас жігіт қызды аман алып қалғанына қуанып отыр. Джохан қыздың әке-шешесімен сөйлесуде, бірақ та олар жігітті байқайтын емес. Бір кезде ғимараттың қасынан өзін шақырып тұрған жігіт пен қызды көреді. Жас жігіт оларға қауіпті жерден кетуді бұйырса да, оларға бәрібір сияқты. Керісінше екеуі оның батыл әрекетіне таңғалып тұр. Қыздың айтуынша, батырлық өлім осыдан соңғы рет 442 жыл бұрын болған екен. Сонда жігіт жерде ес-түссіз жатқан өзінің денесін көреді. Док Чунның айтуынша, бүгін жігіттің уақыты келген және қасындағы Хевен Мак екеуі арғы өмірге жол сілтеушілер. Екеуі бірігіп, жігітті 49 күнге созылатын тозақтың 7 сынағынан өтуге көмектесетін болды. Егерде сәтті өтсе ғана оның қайта тірілуге мүмкіндігі бар. Джоханға дәл қазір өлуге қолайсыз уақыт, өйткені оған тез арада анасымен соңғы рет көрісіп қайтуы керек. Бірақ та оны порталмен арғы әлемге алып кетеді. Арғы өмірде Джоханды екі періштенің бастығы Ган Рим күтіп алады. Док Чун жігіттің аты жазылған картаны мүсінге тигізгенде, әлгі тас қызыл түспен жанып, Док Чун қуана бастайды. Өйткені шынымен де жігіттің қайта тірілуге үлкен мүмкіндігі бар екен. Бірінші сынақта өлім сұраушысы жігітті бастығының өліміне кінәлауда. Себебі бастығы тастардың астында қалып қойғанда жігіт қашып кеткен болатын. Сондықтан жігітті тозақтың отына жібермекші. Осы кезде өлім періштелері оны қорғауға кірісуде. Өйткені шын мәнінде бастығы жігітке бірінші басқа адамдарды құтқаруды бұйырыпты. Джохан 8 адамды құтқарып, енді барға жатқанда ғимарат жарылып кеткен болатын. Осылай жігіттің естеліктеріне біраз шолу жасаған өлім сұраушысы оны кінәсіз деп танып, келесі сынаққа жібереді. Екінші сынақта жалқаулық сұраушысы. Жігіттің өмір баянын көріп, сұраушы оның өте пысық екенін мойындайды. Өзінің өміріне қауіп төне тұра жануарларға да көмектескен екен. Соған орай сұраушы өз әлемінде жігітке арнап ескерткіш қоюды шешті. Бір кезде оны бұл әрекеттерге не итермелегенін сұрағанда, жігіт ақша деп жауап береді. Сонда жігіттің жауабына көңілі толмай, оны жыртқыш балықтарға азық ретінде жіберге жатқанда, періштелер оның бұл ақшаны ауру анасы мен інісі үшін тапқанын айтып шығады. Жас жігіт олар үшін күні-түні әртүрлі жұмыста демалыссыз істеген болатын. Сонда барып сұраушы оның ақшаны қайырлы жолға жұмсағанын түсінеді де жігітті келесі сынаққа жібереді. Жолда олардың ізіне зұлым аруақтар түсе бастайды. Ган Римнің айтуынша, тірілер әлемінде біреу Джоханға үлкен ренішпен қайтыс болса керек. Аруақтардан құтылған соң Ган Рим тірілер әлеміне барып, сол аруақты іздеп көрмекші, ал қалғандары ары қарай сынақтарын жалғастыруда. Ган Рим бірінші жігіттің үйіне келіп, сол жерден зұлым аруақты табады. Сөйтсе ол Джоханның інісі Ким Сухон болып шықты. Ган Рим оның артынан қанша қуса да жететін емес. Өлім періштесі Сухон қызмет еткен әскери бөлімге келеді. Таныстары болса, оны қашып кетті деп ойлап жүр екен. Сонда Ган Рим командирдің кейпінде солдатты шақырып, одан жігітті қайда көмдің деп тура сұрайды. Бірақ та солдаттың жауап беретін түрі жоқ. Осы кезде Джоханды өтірік айтқан кездері үшін кінәлауда. Жас жігіт қайтыс болған бастығының қызына әкесінің атынан хат жазып тұрыпты. Джоханның негізінде кішкентай қызға шындықты айтуға дәті жетпеген болатын. Бірақ та қыз әкесінің өлгенін естіген соң қатты көңілі түсіпті. Джохан не дерін білмей тұр, сонда сұраушы оның тілін кесіп алмақшы болады. Сол сәтте Ган Рим өз санасын Док Чунға аударып, жігітті қорғауды бастайды. Ган Римнің айтуынша, жігіт өтірікті тек жақсылық үшін айтқан болатын. Жас жігіт анасына да қазір бақыттымын және әйелім бар деп өтірік хаттар жіберіп тұрыпты. Анасы осы хаттардың арқасында ауруынан емделген екен. Бұл сұраушы да соңында оны кінәсіз деп танып, келесі сынаққа жібереді. Жолда Хевен Мак оның не үшін анасымен көріскісі келетінін сұрайды.
Сөйтсе жігіт анасына сыйлық ретінде рисоварка сатып алыпты, бірақ та өкінішке орай әлі сыйламаған болып шықты. Сонда Док Чон рисоварканың ішінде анасына арналған шынайы хат болғанын түсінеді. Бір кезде порталдан пайда болған Ган Рим жігітті аяғаннан, оған анаң да інің де аман деп айтады. Енді тәртіп бойынша інісінің денесін тез арада өртеп жіберуі керек. Ган Рим Сухон үшін өткен шаққа оралады. Дон Йон атты досы қаруды жөндеймін деп байқамай Сухонға атып жіберген болатын. Тез арада офицер келіп, оны аман алып қалмақшы. Көп замай олар жігітті өлді деп ойлағанымен, Ган Рим оның тірі екенін көреді. Сөйтіп, екеуі Сухонды жерге көміп тастаған болып шықты. Мұзды каньон арқылы үшеуі келесі сынаққа бара жатыр. Ал тірілер әлемінде Ган Рим Сухонның денесін тапқан болатын. Бірақ та денені өртеудің орнына оны жерлеуді шешті. Көп замай Сухонның аруағына кезіккен Ган Рим жігіттің бірнеше күн топырақ астында тұншығып көмекке шақырғанын естиді. Онымен қоса Сухон осыдан 15 жыл бұрын үйден кетіп қалған ағасына да реніші бар болып шықты. Көп замай жігіт қайта босап кетіп, ары қарай қашуын жалғастырады. Қатардағы Дон Йон досының өліміне өзін кінәлап, Сухонның анасына баласы жерленген картаны лақтырған соң өзі асылып қалмақшы. Ган Рим болса бәрін байқап тұр. Бір кезде артынан Сухон пайда болып, жақсы болуға уәде береді, тек періште жігітті құтқарса болғаны. Ган Рим оны құтқарып, Сухонның өтініші бойынша жігітке өзін кінәламауды ескертеді. Осы кезде Джохан қатыгездік сынағын өтуде. Өйткені жас жігіт кішкентайында інісін аямай ұрған болатын. Сондықтан қатыгездік сұраушысы оны кінәлі деп танымақшы. Ган Рим періштелерге біріккен сот шешімін ұсынуды бұйырады. Егерде кезекті сұралымда Джохан тағы да кінәлі болса, жігіт 2 есе жазаланады. Ал 2 періште мәңгіге өз лауазымдарынан айырылады екен. Сұралымнан алдын олар жігіттің сол түні інісін ұрмас бұрын анасын өлтірмекші болғанын және екеуі дәрі ішіп бірге өлуді шешкендігін көреді. Өйткені үйдегі жағдайлары өте қиын болатын. Бірақ та Джохан өзін кінәлі сезініп, қалған өмірін тек екеуіне арнау үшін үйден қашып кетіпті. Ган Рим Сухонды өзінің әскери бөліміне алып келгенде Сухонның анасы да келеді. Анасы лейтенантқа Сухонның жерленген жерін көрсеткенде, лейтенант оны итере бастайды. Бұны көрген жігіт қайта ашуға басты және үлкен шаңды боран шақырады. Бұл боран арғы өмірде де даланы құмға айналдыруда. Джохан болса сол құмға батып бара жатыр, ал Док Чон көмектесе алатын емес. Арғы өмірде ағасының қалай қиналғанын көріп, інісі қайта сабырға келеді. Бір кезде құмнан абыройсыздық сұраушысы шығып, жігітті анасын өлтірмекші болғаны үшін кінәлай бастайды. Док Чон жігітті барынша қорғамақшы, бірақ сұраушы тағдыр айнасы арқылы жігітке сол кезде анасының ояу болғанын көрсетеді. Бұны көрген жігіт өзін арам сезініп, кез келген азапқа келіседі, тек анасымен соңғы рет көрісіп, одан кешірім сұраса болғаны. Осы кезде інісі Ган Риммен бірге анасына келіп, өзінің арғы өмірдің періштесі атанғанын айтады. Және кішкентай кездегі қателіктері үшін кешірім сұрауда. Бірақ та анасының ағайындарға ешқандай реніші жоқ екен. Сұралым кезінде Джоханды анасы кешірген соң, оны азаптаудың мәнісі жоқтығын айтып, періштелер жігітті қайта тірілтетін болды. Емханада анасына көптен күткен рисоварка да жетті. Бұны Ган Рим курьердің кейпінде әкелген болатын. Үйде анасы Джоханның тек шындықты жазған хатын оқиды және жас жігіт тезірек үйіне қайтуды шешіпті. Осымен біздің Сбагами 2 мира атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.